үш жігіт ортаға шықсыншы жақсылап. Кім шығады? Ағыласы, бұғыласынан бір-бірден. 1, 2, 3, сен бар. Шақ. Выгласы шықты, бір. Жоқ, үшін сәлем. Ойнағанда сен екі қыз. Қайсың бірінші ақ бересіңдер? Кештің соңында керемет сілік бар. 1, 2, 3. Шақ. Бірінші. Екінші. Қайдылас. Ағыласы бірінші. Сен екіз. Ақтырыңыз, ағылыңыз. Сіз жюри мүшесі боласыз, кештің соңында керемет сыйлық береміз. Ал қайламанды бірінші, жігіттер қозғалмайды, қыздар шалбарды қайсысы бірінші кигізеді? 1, 2, 3.
сіздер былай шарды жақсы жинағанмен былай жүгіруден қалып тұрмаңыздар. Бәрекелді, қайраты, мықты барлығымыз құрметті хаттар мен мырзалар, тойларын тойғыласып жігіттері жарқылдасын, күнде тойлаумен жарқылдасын, қыздар сырғаларын сыңғырласын, жігіттерді Где ты сейчас и что с тобой? И грусти я своей не скрою. Я буду прятать боль в себе. Я так хочу тебя обнять, твоим ресницам прикоснуться, а после птицы вернуться, слететь и новой встречи ждать. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Не сломаюсь никогда, жизнь без тебя не станет хуже, но ты мне очень нужна. Сегодня, завтра, навсегда. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя будить. бәрекелді. Өзімде ер азаматтарымыз қашанда аман болсын дейміз. Жердің тұтқасы, елдің иесі осы ер азаматтарымыз. Ендеше қыздар, тойларыңыз тойғыласын деп, барлығыңызға күлкілі күндер, ғажайып ғұмыр тілей отырып, не бол қыздар, бізге ренжіп жатқан жоқсыңдар ма? Жетісіп тұрғандарыңыз. Қазір алдарыңызда Жасмин Бетауының әдемі қыздарын, ару қыздарын, тағылары қошеметпен шақырайық. Тамаша би, Павлин би. Қошеметпен отырайық, көңілді отырайықшы.
стақан ішкенде сәл аздау болып қалады екен. Үшінші стақан ішкенде қыздар мүлдем жетпей қалады дейді ғой. О қыздар, ішелік те, тілелік те, өтетін бастан өлген білелік те, бұл күннен айырылып ертеңдеріміз бокалдай шампан жоқ, мөлтөндеріміз деп күрек жақтан ақ қойып құйықпай отырыңыздар. Біргені Құдай көзіне сақтасын ағайын. Өте тату екенсіздер, міне көрсетіп жатсыздар. Тату қорған екенсіздер, қорғандарың ешкім бұзбасын, ормандарыңды ешкім араламасын ағайын. Бағана кішкене той бастағанда ыңғайсызданып отырдыңыздар ма білмеймін. Үндемей ғана отырдыңыздар да, қазір міне енді жақсы болып келеді, көңілденіп, тойға ұқсап келеді ағайын. Оның бәрін алып 100 грамм ішкенде адамның көзі көре бастайды дейді. Сол рас қой өзі, кішкене амандасып бір-бірімен. Қалайсың өзіңде? Бір 400-500 граммнан кейін қонақ деген түлкіге айнала бастайды екен ақырында. Өзің әдемі болып сондай. Жас кезінде көзім түседі, өзінше болып қарамай дейді ағаларымыз қалжыңдай бастайды екен де, кредиттен құтылғансың ба жағдайын жақсартып қаларсың деп. Артта кетсін, себіп кетсін деп. Ал енді қонақ дегенде 800-900 граммнан кейін бітті қасқырдай айнала бастайды екен. Бірінші ішкі, амандасып жармай қалдың ба деп. Бірақ ондай қасқырдан жұқтай сақтасыз, дегенмен мұқа қарайғамсы бекер айтпайды ғой. Алла несібе бер дейді. Арақ ішіп, шалқан көндерімді кешірігір. Ол деді осы бар дейді, тозақ oldu. Мен барғанша су сеуіп жүргір дейді. Сосын өткен қабыл стакандарыңызда тірек қырбыртаңызға шалқайып тартып отырыңыздар ағайын. Бүгін той 20 жыл көріспедіңіздер, 20 жылда қандай өзгеріс бар ма? Сол көңіл ғой, бала кездегі, мектептегі сол емес пе? Сол жас, сол адам тән қартаса да жадым қартаймайды дейді. Сол мінез ағайын. Ендеше үлкен құрметпен, тілекпен, ілтипатпен мен бүкіл астан бергім келіп отыр. Ағыласынан кейін бүкіл астарда жапырай-жапыратып тілегім шашылсын ағайын. Қошемет! Бүкіл асты! Ағалары, кімнен бастаймыз енді? Кім сарысты, кім атаман дейді? Қыздан бастайды дейсің ғой? Келіңіздер. Қымбатты достар, кластастар, бүгін 20 жылда ақтастар, бәріміз балалыққа саяхат жасап, бір кездесіп отырмыз. Мен сіздердің барлықтарыңызды көріп, бүгін кездесіп отқаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақыт. Құрметті кластастар, басында көргенімде қуаныштымын. Мен енді 11-ші класс бітірген жоқ, бірақ 10-ші класстың екінші жартысында кетіп қалдым. Мен фамилиям Қалыбай болған, атым Асқар. Қазір фамилиям Данияр. Мен Қалыбай емеспін, мен қазір басқа Данияр. Мен жолдасым Мадина. Мадина тұрып қой болған. Мадина жолдасым. Сондықтан шақырғандарыңа үлкен рахмет, ұйымдастыру комитетіне үлкен рахмет, кәдеге санап үлкен рахмет. Біз қалай айтсақ, біз бұл класс жолда бүгін костюмге келіп қарасаң ағасы ғана отыр, бұл жерде костюм отырып қалыпты енді. Жаңа қамада правильно заметил. Мына жерде бізге келіп шығарып айтып шырашан отырмайын. Сондықтан енді барлықтарына көргенмен қуаныштымын. Біз енді алдында осы 1-2 жыл бұрын көрдік. Бұл жерде бір неде болды, районмен жиналып қойды. Сол кезде біраз рет көргенбіз, жұлдызды көрдік. Ағыластан да жұлдыз. Сондықтан енді барлықтарына зор денсаулық тілейміз. Бұл класстың атынан деп қойшы. Біз енді сол ешқандай өзгеретін ештеңе жоқ. Мына ішкі істер органдарында жұмыс істеп жатырмыз. Званиеміз полковник. Осы Қарасай ауданында милицияның бастығымыз. Жұмысым сол. Жәкең арада өз жалғастырады. Рахмет.
Құрметті қонақтар, бүгін кездескенге өте қуаныштымын. Мен Б классында 84-94 оқып, фамилиям бұрын Асад айтқандай Сатеев болған, қазір Бекет. Енді кейін өзгеріп қалмады, перестройка болды, қалай болды, бері болды, иә. Бір әкесінің атынан келіп, біреу атасымен бәрі бір атадан тараған жоқ. Енді бүгінгі перестрой бойынша ұйымдастырып жатқан жігіттерге қыздарға өте үлгерілген рахмет. Барлықтарын көрген өте қуаныштымын. Бір адамдар ескертіп жатыр, біреулер ескертпей жатыр. Бәрі қалай енді? Енді барлықтарыңыздың зор денсаулық енді. Әр уақытта енді 20 жылдан кейін кездеспей енді. Әркім бір кездесіп жатыр ғой. Біреулер бірге жүрген сияқты, біреулер жақсы кездесіп тұрған сияқты әрі қалай енді. Бұдан кейін енді әрі қарай да сыйласып, хабарластырайық. Барлықтарыңыздың зор денсаулық, ауырмаңдар. Әр уақытта жақсылық болсын, қызметтерің алға болсын. Енді барлықтың көрген өте қуаныштымын. Сол үшін. Давай, рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ағасы міне өте қарапайым, ардақты ағайын. Өзі таныстырып жатыр, қарапайымдық жасталған адамгершілік оның өзінің гүл сияқты дейді. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі дейді. Жалпы адам баласының ең сұлулығы, ең әдемілігі оның қарапайымдылығы дейді. Сол себептен қарапайым ағаларымызға қол соғып қошемет етіп қояйық, кейін жалғастырамыз. Қыздарды берейік, енді қыздар. Как будто 1998 жылға келген сияқтымын деп. Сәлеметсіздер ме, достастар? Менің атым Мөлдір. Кетсек, қайтадан танысайық деп. Мен 4-ші класстан 11-ші класқа дейін оқыдым, бірақ соңғы жылдары Б классында оқыдым да, сосын сатасып отырып қайда алсамыз. Очень рад. Бәрі өзгергенсіздер, бірақ көздерім өзгермеген. Көзден танып отырып бәрі.